Котлеттеріміздің құрамы өте қарапайым, фарштан және картоп пен пияздан тұрады. Алдымен картошкаларымызды ұсақтап турап, блендердің көмегімен өткізіп аламыз. Егер блендер болмаса, терканың ең ұсақ көздерінен өткізуге болады. Одан кейін пияздарымызды да тура солай ұсақтап турап алып, блендерден өткіземіз. Блендермен де, теркамен де өткізсеңіз де пияздан сок бөлінеді. Сондықтан согын ажыратып аламыз. Котлеттің құрамында су көп болмау керек, сол себепті согын бөліп аламыз. Енді кішкентай қасықпен толтырып, бір қасық қара бұрыш және бір қасық тұз қосамыз. Фаршымызды енді жақсылап араластырамыз. Осылай қолымызбен мыжғылап, енді оны осылайша ұру керек. Сонда олар бір-біріне жабысып, байланып, котлет жақсы шығады. Міне екі қолдың көмегімен бір-біріне соққылап ұрып, осылайша котлеттердің формасын жасаймыз. Котлеттерімізді ұзынша жалпақ етіп формасын жасап болдық. Енді оларды ұнға немесе панировочный сухарикіге аунатуға болады. Ұнға аунатқан бойда бірден қызып тұрған осындай табадағы майға қорып аламыз. Орташа отта қуырылып біткен осындай котлеттерімізді енді толығымен пісу үшін оларды осындай мантаваркаға орналастырып, бумен 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің котлеттеріміз кереметтей болып пісіп шықты. Енді ортасын кесіп көрсетемін. Қолмен ұстауға өте ыстық болып тұр, сондықтан көрсете алмай тұрмын. Мына жерде котлет әбден піскен, жұп-жұмсақ, сочный болып тұр. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Котлеттерді гарнирмен ұсынсаңыз өте кереметтей үйлеседі. Менің каналыма бұрын-соңды жазылмасаңыз, жазылып қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Сол кезде жаңа рецепттерді көретін боласыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, ас болсын.